Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге сельдь под шубой салатының рецептісін ұсынамын. Бұл салатты дайындау өте оңай, әрі салат өте тойымды. Міндетті түрде сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Бізге ол үшін суда қайнатылып піскен сәбіз, картоп, қызылша, мен селедканың орнына осындай шпрот қолдандым. Жұмыртқа және де майонез қажет болады. Ең алдымен бізге қажетті ингредиенттердің барлығын үккіштің орташа көзінен өткізіп аламыз. Жұмыртқаны ғана үккіштің ең майда көзінен өткіземіз. Ең алдымен шпротты тарелкаға жайғастырып, осылай шанышқымен езіп аламыз да, торкөз ретінде майонезімізді сеуіп шығамыз. Үккіштен өткізілген картопты салып, бетіне аздап тұз сеуіп, торкөз ретінде майонез себеміз да, қалғанын тура видеодағыдай етіп барлығын рет-ретімен кезектестіріп салып шығамыз. Ең соңынан жұмыртқаны саламыз. Міне біздің салатымыз дайын. Салат өте тойымды және де үйдегі бар заттармен ғана жасауға болады. Міндетті түрде салатты жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Балзай Ақжол. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта ең таңдаулы рецептермен бөлісетін боламын.